Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге түрінің өзі тәбетіңізді ашатын ерекше дәмді қуырдақтың жасалу рецептісімен бөлісемін. Қандай қатты ет болса да маринаттауды қажет етпейді, бірақ өте жұмсақ болып пісіп шығады. Бейнені соңына дейін көріңіздер, қажетті ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 700 грамм сиыр етін бейнеде көрсетілгендей ірі бөліктерге бөліп тураймыз. Піспей қалуынан немесе қатты болып қалады деп алаңдамаңыздар. Себебі осы рецепті бойынша жасасаңыздар, қандай қатты ет болса да жұмсақ болып пісіп шығады. Каналымда тек сәтті шыққан рецептілермен бөлісемін. Қандай тамақ жасаймын деген сауалыңызға менің каналымнан жауап таба аласыз. Керек кезде мені таппай қалмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Туралып дайын болған етке азырақ тұз және дәмдеуіштер сеуіп, жақсылап араластырып, тұз бен дәмдеуіштер сіңуі үшін аз уақытқа қойып қойдым. Мен өзіме ұнаған қара бұрыш, зира, базилик, кептірілген жалбыз сияқты дәмдеуіштерден бір ас қасық дәмдеуішті қостым. Ал сіз өзіңізге ұнаған бұдан басқа да дәмдеуіштерді қоса аласыз. Қуыру үшін қазанға көз мөлшерімен сұйық май құйып, май қызған кезде етті салып араластырып қуырамыз. Етті жұмсарту мақсатында әрі ерекше дәм беру үшін 4 тал чеснокты бейнедегідей ұсақтап турап, етке салып қуырамыз және де 10 минуттай бұқтырып қоямыз. Еттің өзінің сөлі бөлініп шығады, су құюды қажет етпейді. 10 минуттан кейін еттің суы тартыла бастайды. Осы кезде 200 грамм өз шырынында бұқтырылған помидорды салып қуырамыз. Егер сізде бұл жоқ болса, помидорды майдалап турап, үстіне азырақ томат қоссаңыз да болады. Басқа да дәмдеуіштерден қара бұрыш, лауыр жапырағы және де бадыриян қостым. Ал сіз өзіңізде бар болған дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Үстіне 200 мл суды құйып, жай отта бұқтырамыз. Енді қуырдаққа қосылатын басқа да көкөністерден сәбіз бен пиязды турап, қайнап жатқан еттің үстіне салып, жай ғана араластырып, қақпағын жауып, ары қарай 1 сағатқа бұқтырып қойдым. Енді картопты ірілеп турап, кеңдеу ыдысқа салып, үстіне азырақ тұз және дәмдеуіштерді сеуіп, дәмдеуіштер мен тұздың сіңуі үшін жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қойдым. Жарты сағаттан кейін картопты мантоваркаға салып, парда пісіріп алсаңыз да болады. Ал мен өзіме қолайлы болған басқаша тәсілмен пісіремін.
Bir тал жасыл буручту бейнеде көрсөтүлгендей туурап дайындап койдум, немесе туурамай салууга да болот. Казандагы эттин буктуруп турганына 1 саат убакыт өттү. Суу тартылган. Энди тууралган картоп менен буручту салып, энди картоптун пишүүнү күтөбүз. Достар, каналга тиркелүүнү унутпаңыздар. Рецептин аса башка да әлеуметтик желилер аркылуу жакындарыңыз менен, досторуңуз менен бөлүшүңүздөр. Сиздердин колдоолоруңуз менин каналымдын дамууна күч берет. Шамамен 15-20 минутта картоп пишти. Энди көптөн күткөн куурдакты әдемі табагыбызга салып, дастарханга сунуумузга болот. Üstüne әдемелег үчүн көк пиязды майдалап туурап септим. Сиз өзүңүзгө унаган аз көк немесе петрушканы пайдалансаңыз болот. Ийиси өтө керемет, дәмин татууга асыгып турмун. Ийиси менен түрүнө карап өтө дәмдүү экенине сөзүм жок. Бул дәм менен ийисти сезинүү үчүн сизге да міндетті түрдө жасап көрүүгө кеңеш беремин. Жасаганыңызга өкүнбейсиз. Ендеше дәмін татып көрейік. Ет сондай жұмсақ уылжып піскен, дәмі де өте керемет. Рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бул мөлшерде 3-4 адамга кеңмен тоятындай куурдак шыкты. Эң бастысы курамындагы заттар кол жетимдүү әрі рецепти өтө дәмдүү чыгады. Мен үчүн убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмет. Келесі бейнеде жүздескенше.